Сәлем достар! Бүгін біз сіздермен гата деп аталатын осындай өте дәмді және де әдемі болып шығатын печенье жасайтын боламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Печенье осындай песочный болып шығады. Печеньеға қажетті заттар: 500 грамм ұн, жарты шай қасық сода, 200 грамм сметана немесе айран, 200 грамм сары май. Ұнымызды електен өткізіп аламыз алдымен. Соданың орнына қамыр қопсытқыш пайдалансаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз. Майымызды салып, крошка болғанға дейін жақсылап еземіз. Осындай крошка пайда болады. Енді ортасына жаңағы айранымызды құямыз. Айранымыз холодильникте тұрған мұздай болу керек. Қамыр болғанға дейін жақсылап илейміз. Қолға жабыспайтын, бірақ та жұмсақ қамыр болады. Қамырымызды целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ортасына салатын начинкасына 150 грамм ұн, 150 грамм қант және 40 грамм сары майды. Сары май жақсы пайызды сары май болғаны жақсы. Жақсылап осылай крошка болғанға дейін араластырамыз үшеуін. Мен ортасына тағы арахис пайдаландым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша грек жаңғағын пайдалансаңыздар да болады. Енді бір жұмыртқаны ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жақсылап араластырып, ақуызды да сарыуызды да араластырамыз. Енді қамырымызды ортасынан тең екіге бөліп, бір бөлігін пакетке салып, тағы алып қоямыз. Енді екінші бөлігін домалақтап алып, жаямыз. Ұн сеуіп жайсаңыздар, ештеңе етпейді. Төрт бұрыш формада жаямыз. Енді ақуызымызды ортасына жайып шығамыз. Үстінен крошкасын себеміз. Бұл крошканы сіздер тең екіге бөліп алыңыздар. Жақсылап сеуіп, шет жақтарына сеппейміз. Ораған кезде жабыспай қалмау үшін. Үстінен майдаланған арахисті салып шықтым. Бұл начинкасы әркімнің қалауына байланысты. Енді рулет сияқты ораймыз. Қатты бір-біріне жабыстырып баспаймыз, жайлап орап шығамыз. Және шет жақтарын тегістеп, қамырымыздың үстінен оқтаумен бір рет басып қоямыз. Яғни қамырымыз бірдей әдемі тегіс болып тұру үшін. Үстінен жаңағы жұмыртқаның сарысын жағамыз. Енді шаншқының көмегімен осылай әдемілік беру үшін осылай сызып шықтым сарыуыздың үстінен. Бұл жерде форманы әркім өзінің қалауына байланысты кессе болады. Мен екі түрлі пішінде кестім. Листіміздің астына қағаз төсеп, үстінен жайғастырып шығамыз, және менде қалған
начинкасын бетіне сеуіп шықтым. Мінекей осындай өте әдемі және дәмді болып шығады печеньеміз. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.